кішкене ғана тексерістерден өттік. Сол жердегі тексеріс өткізетін апай, қарап апай, өте грубая, айғайлап, жынданып, жұмысын жасайды. Барынша дұрыс істеп тұрмын барлығын. Бізді аппараттың кінәсін маған артып отырды. Мына жақтан шығып, мына жақтан жүріп кетіп бара жатырмыз. Мына жерде адамдар күтіп тұрады, өзіне керекті адамдарын. Біз қазір тамақ ішіп отырмыз. Мына жерде Цезарь, мынау чикен врап деп аталады. Мен осыны жеп отырмын, жүрегім де соны жеп отыр. Еще мынандай тағы бірдеңе сэндвич алғанбыз. И обычный қара шай. Қазір мына чикен врапты жеп отырмыз. Ішіндегі тура соусы. Алдыңғы жыл біз Дубайға келген кезде отельде тоқтаған жерімізде күшті бір тамақ болған, маған қатты қалған соус бәрі. И сол соус мынаның ішінде жүріп. Прям точ-точ. Но бірақ енді ан жақтағы жақсырақ, но бірақ ұқсайды, өте қатты ұқсайды. Армасы жеп отырмын. Білмеймін қандай не екенін, қандай специя екенін. Сап-сары. Мынау Starbucks'ın іші. Мынау жүрегім қалмасы. Қазір сағат 4:30. Күйеуім кішкене ұйықтап алған, ұйқысы келіп ұйықтап қалды. Мен астыда кофтада отырмын. Не ұйқы жоқ, не телефонда зарядка жоқ. Қалың дегенде Алматыдан осылай рубашкалар, нелер киімдер алған болып. Біреуін киіп алдым үстімнен. Ата мен енемді қыстық. Дубленкамды тасы кеткен ғой Алматыда. Енді тоны көтіп. Қазір мен енді мына сотканың басын естеп көремін. Мынаның басы келмейді, мына жақтағы тоқтарға. Мынандай алыр. Қазір сондай келетін тоқ басы аламын. Таңдаға тұрдық. Сағат қазір 10:38. Мен әлі ұйықтаған жоқпын, ұйқы көрмедім десе де болады. Қазір енді Мальдивы аралдарына жолымызды жалғастырамыз. Соған отыруға бір жатырмыз, бұйырса. Сізбен бірге болыңыз. Арманиядан кушон алып, біраз бетін жақсы болып қалды. Өңгіріп бетімізге тұлданып, ұйқым кеп тұрған кішкене басылған деп отыр. Remember that smoking is only allowed in designated smoking areas outside the... Мальдиваға келдік, жеттік. Өте ыстық қапырық болып тұр. Яқта келдік. Қазір яқтаға машинаға отырып, біздің отелімізге жолға шығамыз. Біз деген ыстықта отырмыз, басын қақпай қалды. Футболкам бәрі бар, бірақ мен жоқпын әлі. Ыстық, неғазын ыстық дегенімді. Аралымызға да жетіпті. Бір сағат жүргендік па? Мына жердің ауызға жиілі күштікен. Тура ауылдағы дайды. Мен өзіме заказ берген балығым келді. Күннен бері аңсап жүрген балық. Мені осылай киініп алып, пляжға кетіп тұрмыз. Пляжға спа түсеміз. Үш қатындарға отырамыз.
отыр. Жел соғып тұр. Пляжға келіп, пляжда уже суға түсіп алдық. Фотоға да түстік. Қазір мен сіздерге су көрсетейін. Пляжда қалай екен. Мында орыс көкелерін түсіп жатыр. Жағдайлар жақсы екен. Біз қай жақтан мініп өтіп, ана жақтан шықтық қой. Міне біз осы жерге түсіп жатырмыз, осы пляжға. Өте күшті енді. Біраз жел соғып тұр. Гүл өсіп отыр мына жақта. Аяқ деген жалаңаш. Ыстық. Міне аралда осындай мысықтар көп. Білмеймін қайдан келгендерін. Тұрғыш. Кеше бізде не сұрап, бір мысық. Балық сұрап қоймай қойды, білет, жақсы адамды. Көтерін көрсетіп тұр. Жүрегім ұнап тұрған. Арқа тұрғылы. Ыстық па? Киса. Шаршадым, пляжға кеттім деп көрсетіп тұрған. Оңай ма? Отельде жұмыс жасайды олар. Қазір біз суши емес. Смузи. Или просто жүзушіге барыстымыз. Шөлді кеттік. Қазір еще нені сұраймыз, я? Парашютқа міну. Қалай болады екен, қаншадан екен. Соны біліп отырып. Бүгін бізде пляж екен ғой. Басқа істейтік жоқ. Демалыс, рахат, ұйықтау, жатып отыру, жей. Маған кеше балық аузымнан кетпей тұр. Бүгін тағы морепродукты жейін деп тұр. Білмеймін не деген бұндай вкус ашылған менде балыққа деген. Мен бұрын вообще балықты онша қатты ұнатпайтын адаммын ғой. Анда-санда бір жеймін. Көрейік қазір қандай бізде фреш береді екен. Біреу тапшыға салып кетті. Кекетейін ба? Островтың нәрселер көп. Отыратын, тебетін. Қазір сұрайық. Мына жерде қате ғой, persons емес, people ғой. Two people. Окей. Мен заказ берген тамақ келді. Жүрегім бургер берді. Екеуміз қазір тамақ ішеміз. Мынау бирияни деп аталады. Бирияни курицамен. Бирияни бірінші рет жеп жатырмын. Көрейік. Ашылау екен. Сол соусқа ұқсайды екен. Әнөрі соусқа ше. Какой-то соустармен бір. Бізге джалеби әкелді. Джалеби заказ берген. Қазір бұны да жеп көреміз. Шырындарымыз келді. Менде мохито, жүрегімде. Немес сіздер? Фреш па? Джалеби? Қалай екен? Иә, сиропқа малынған ғой, нан. Иә, майға қуырылған. Галгаппада сондай нәрсе ғой? Галгаппада осындай нәрсе. Ол джалеби, үндістердің десерттері деп айтса болды. Ол яғни нан, майға қылып жарты етіледі и сиропқа басып батырылады. Көп кетті. Сироппен естілген ма? Таңдағыңыз ағып атып сиропы. Бирянидың почти 3-тен 2 бөлігін жеп қойдым. Ашты екен тамақ. Парашютпен жүріп келдік. Өте күшті болды. Қазір біраздан кейін видео саламыз 8 жарымда кешкі. Сол жерде көресіздер. Баста дірілдеп отырмын ғой, қорқып. Содан кейін әйтеуір біраздан кейін уже үйреніп кеттік. Күшті болды. Биікке дейін ұшырды. Биікке ұштық. Сосын бері түсіріп әйтеуір. Күшті болды әйтеуір.
жүрем деген шок болып отырды ғой. Бізде бағанағы парашюттан кейін ұйықтап алдық, демалдық. 6-да тұрып, жүріп, біраз араладық. Енді қазір бізде кешкі ас. Қазір көрсетіп жіберейін, несі қызылген. Жүрегімде бургер. Мына жерде тауықтың аяқтары, Қытай стилінде жасалған. Менде салат и қазір балығым келеді. Тамақтар енді ұнадық пока что. Бірақ жүрегіме көп ұнаған жоқ. Тамақтар сосын келгір жүріп. Дәмді ғой. Мына өзіміздің отельдегі ресторан. Таңертең таңға суши ішеміз. Мынымызды андай ауруға кетеді, тананың бәрі жара-жара. Мынаның танауын тістеп алғанда бір не болып тұрғайды жүн. Ауырып тұрғайды. Көңілестеп болған біреу. Мен балығым мынандай болып келді. Ужас. Мен 2 күн жеймін ғой мен. Түрін қараңызын адамның. Зор қазір. Балықты мен жеген жоқпын. Дәмі не о чем? Еще мен кеше жегендей балық жеген ғой. Дәмсіз еще үлкен. Құрсын жанымда отырған қазақтарға бере салды. Еще өсіп төледі. Қазір бағанағы парашютқа отырған видеомызды алып аштымыз. Видеомызды алып, осы видеомызды сіздер көріңіздер. Мен қойған жоқпын. Қазір кіріп жатырды, тамақтан беріп қойып. Сол кезде қайтадан жеймін. Кеше үйге барайын онда. Нормально болған, ет балық.